Құдайдан сұрағанның екі бүйірі шығады. Бір атақты мұсылман ғалымның басынан өткен мына оқиға өте әсерлі деп ойлаймын. Әр адамға ғибрат болады деген ойдамын. Ол оқиғаны ғалымның өз аузымен баяндадық. Бір жолы жолым түсіп Мысырға бардым. Сапарым аяқталғаннан соң Александриядан шығып Каир арқылы ұшатын болдым. Рейсім таңертең ерте болғаннан соң Каирдегі аэропорт жанындағы мешіт имамына достарым арқылы телефон соққызып, түн ортасында барып, мешітте түнеп, таң намазын оқығаннан соң ұшаққа мінетінімді айттым. Сондықтан мешітті құлыптамай ашық қалдыруын өтіндім. Түн ортасында мешітке келсем, бір адам михрабта сәждеде жатып, ғаммияша диалектінде «Холос яраб, халилни, болды жаратушы ием, жәрдем етші маған» деп жылап, шынайы дұға жасап жатқанын естіп, бір орында тұрып қалдым. Намазын бітіргеннен соң жанына барып амандасып, қал жағдайын сұрадым. Ол Аллаға қай жағдайда шүкір етемін, бірақ ертең әйеліме ота жасайды, 15.400 геней керек деді. Мен оған қолымда берер еш нәрсе болмағанымнан қысылып, Алла жәрдем етсін деп шығарып салдым. Өтір намазымды оқып, ұйықтап қалдым. Таң намаз уақытында азаншы келіп азан айтты. Намазда тұрғанымда мешіт имамы мені танып, жолаушымын десем де намазға өтуімді өтінді. Намаздан соң жамағат келіп амандасып жатыр. Ішінде бір адам: «Шейх, мен сізді экраннан ғана көруші едім. Келгеніңіз қандай жақсы болды. Осы мешіттің үстіңгі қабатындағы үйде тұрамын. Бір өтінішім бар айтатын. Осы қалада үлкен пластик зауытым бар. Бір жыл толып зекетімді берейін дегелі бір апта болды. Әйелім отағасы, зекетіңізді ұстап тұрмай тезірек беріңіз деп айтады. Мен оны ең қиналған жанға берсем, қияметте Раббым сол арқылы мені қиыншылықтан құтқарса екен деймін. Зекетім 15.400 геней болды. Кімге бергенім дұрыс болады дегенде, мен тұрған орында жылап жібердім. Жамағат: «Шейх, сізге не болды?» деп таң-тамаша. Мен: «Алла тілегіңізді қабыл етіпті. Тура осы 15.400 геней қаржыға мұқтаж адам орталарыңызда тұр. Әйеліне жасатуға бір тиыны жоқ. Ең қиналып тұрған жан осы» деп әлгі кісіні көрсеттім. Зекет беруші адам осы үйдің төменгі қабатында тұратын мұқтаж адамды танып, құшақтап алып: «Алла ұлық, бауырым, осы қаржыны әйеліңе ота жасауға жұмса» деді. Сосын сыйды алған әлгі адам көзі жасқа толып, құблаға қарап: «Я Аллахым, шүкір етемін саған, мен бақыттымын» деп тілегенде, жамағат болып бәріміз жыладық. Мен оларға Сәжде сүресінің 16 және 17 аяттарын оқыдым. Олар түн ішінде төсектерінен тәрк етіп, бір жағынан Алланың қаһарынан қорқып, екінші жағынан шексіз мейірімінен үміт еткен күйде Раббыларына жалынып жалбарынып дұға етеді. Сондай-ақ өздеріне ризық несіп ретінде берген нығметтеріміздің бір парасын ізгілік жолында жұмсайды. Дүниеде істеген игі істері үшін оларды ақыретте көзайым етіп, шаттықта бөлейтін қандай құпия сый-сияпаттың, нендей тосын нығметтердің сақтаулы, жасырулы екенін жан баласы білмейді деген аяттарды оқып, мәнісі осы оқиғадағыдай екенін айтып бердім деп сөзін аяқтаған екен. Расында атам қазақ, Құдайдан сұрағанның екі бүйірі шығады деп айтқандай, шынайы тілек тілесек, Алланың қазынасы кең екенін ұмытпауымыз керек. Құрметті бауырлар, егер де бұл оқиға көңілдеріңізден шықса, онда пікір қалдырыңыздар және қолдау ретінде парақшаға тіркеліңіздер. Алла тағала баршаларыңызға разы болсын. Ассаламу алейкум.